Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жұмсақ және үлпілдек болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге ұн, су, сүт, май, тұз, қант, ашытқы және майонез керек болады. Ең алдымен ыдысымызға жылы су, жылы сүт, қант, тұз, ашытқы және майонезді қосып араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды екі бөлікке бөліп, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Ең соңында сұйық майымызды қосып, тағы бір ең қандырып аламыз. Одан кейін салафан кигізіп, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілді, енді ұнды астына ұн салып, қамырымызды түсіріп, қолымызбен немесе оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Одан кейін қамырымызды стаканмен немесе арнайы бауырсақ кесетіндеріңіз болса, сонымен ойып алсаңыздар болады. Қызып тұрған майға екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Міне біздің бауырсағымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ өте керемет болып шығады.